Сәлем достар, біз бүгінгі видеода жұмысынан айырылуына байланысты мемлекеттен төленетін жәрдемақыға өтініш тастаймыз. Ол үшін мен алдыңғы видеода көрсеткендей жұмысы ретінде тіркелуіміз қажет. Сонымен еңбек.кз порталына кіріп, выплаты по потере работы бөліміне өтеміз, яғни жұмыссыз қалуына байланысты жәрдемақы төлеу бөліміне. Подать заявление басамыз, 20 сан толтырамыз. Қатесіз міндетті түрде 20 саны телефон нөміріңізді толтырып, төменде көрсетілген белгілерге галочка қойып шығамыз. Яғни сіз өзіңіз туралы мәліметтерді жүктеуге, қарауға және сіздің беріліп жатқан өзіңіздің көрсеткен жеке мәліметтеріңіздің дұрыстығына, қатесіз екендігіне келісім бересіз. Отправить батырмасын басып, эрсамен қол қоямыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Порталда өтініш қалдырғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде осы порталға сізге жауабы келеді, немесе еңбек.кз порталына тіркелген телефон нөміріңізге SMS келеді. Сіздерге сайтқа, яғни еңбек.кз порталына кіріп тексеріп отыруды ұсынамын. Достар, сіздерге үлгі ретінде мына суретте көрсетілген жауапты ұсынып отырмын. Егер сіздерге осындай жауап келген болса, әлеуметтік төлем тағайындалды деген мағынаны білдіреді. Егер достар, сіздер соңғы 2 жыл ішінде кемі 6 ай уақыт аралығында әлеуметтік аударылым аудармаған болса, сіздер бұл көмекті ала алмайсыздар. Өздеріңіз суретте көріп тұрғандай, бұл кісіге 4 айға жәрдемақы тағайындалған. Түсінбеген жерлеріңізді пікір қалдыру арқылы сұрауларыңызға болады. Менің арнама тіркеліп, жаңа видеоның уақытылы шығу отыруына атсалысып, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Қош, сау болыңыздар.